Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай қазы тығатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен жылқының осындай қазысы керек. Қазыға арналған еті, яғни бұл жерде менде 3 килограммдай ет бар. Және 1 жілік жылқы етінің ішінен шығатын жылқының осындай арнайы қазы тығуға арналған ішегі. Оны алдын ала жақсылап жуып тазалап, артық заттарынан тазартып аламыз. Одан кейін осылай зубочистканы тығып, астынан жіппен байлаймыз. Қазымыз мықты болуы осы байланған жіпке байланысты. Жақсылап тартып, ет шығып кетпейтіндей етіп байлап алатын боламыз. Жібімізді мықтылап байлап болғаннан кейін зубочисткамызды суырып алып тастаймыз. Алмасақ қазымызды жарып жіберуі мүмкін. Енді етті ішекке тығуға дайындаймыз. Қазыға тығылатын етті 1 күн бұрын тұздап қоямыз. Яғни менде бұл жерде ет 1 күн бұрын тұздалған. Тұздың мөлшерін өз қалауларыңыз бойынша тұздай берсеңіздер болады. Негізі қазының дәмі осы тұзына байланысты болады. Тұзын сондықтан ащылау қылып тұздаған дұрыс. Бірінші қара бұрыш сеуіп, барлық жеріне тиетіндей етіп сеуіп шықтым. Екінші, осындай видеода көрсетілгендей кептірілген чеснокты барлық жеріне сеуіп шығатын боламын. Менде бұл жерде осындай пачкадағы чесноктан 2 пачка кетті 3 килограмм етке. Бұрышпен кептірілген чеснокты ішекке тығатын кезде ғана себемін. Ал тұзды 1 күн бұрын, яғни етті әкелген кезде тұздап, одан кейін 1 күнге қойып, тығатын кезде ғана дәмдеуіштерін салып тығатын боламын. Осылай жасап көрсеңіздер, қазыларыңыз өте дәмді болып шығады. Енді дайын болған етімізді осындай ішегімізге тығатын боламыз. Осылай 1 ет, 1 май қылып, ішекке жақсылап, тығыздап, тығып шығатын боламыз. Қазының етін ішекке тығардан бұрын, 1 күн бұрын жақсылап тұздап қойсаңыздар, етке тұзы сіңіп, әрі еттің бойындағы артық сулары шығып, ішекке тыққанда артық сулары кетіп, таза еттің өзін тығатын боласыз. Осылайша етіміз таусылғанша, ішектің ішіне 1 ет, 1 май қылып, барлық етімізді тығып шығамыз. Еттің барлығын ішекке тығып болғаннан кейін, ішекті осылай тесіп-тесіп, ішіне кеткен артық ауаларды, суларын шығаратын боламыз. Осы тесіктерден артық ауасы, бойындағы артық сулары шығып кетеді. Әрі пісірген кезде де қазымыз жыртылмай, әдемі болып піседі. Енді ауасының артық суларын барлығын қысып шығарғаннан кейін, ұшына осылай зубочистканы тығып, тағда жіппен жақсылап байлайтын боламыз. Менде бұл жерде ішек кішкене артылып қалды, бұл жерін пышақпен кесіп алып тастаймыз. Осылай жақсылап байлап болғаннан кейін тағда зубочистканы алып тастаймыз, өйткені қазыны жарып жіберуі мүмкін. Мінекей, осымен қазымыз дайын болды. Бұл видеода мен қазыны қалай дайындайтынымды сіздермен бөлістім. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, дәмі өте дәмді болады. Қазыны тығып болғаннан кейін жел тиетін орынға жайып қойсаңыздар, кеуіп, дәмдеуіштері бойына сіңіп, өте дәмді қазы болады. Менімен бірге видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналымда шығатын жаңа видеода кездескенше.